жүздіктің қалай құралатынын білетін боласың. Жүздік 3 цифрдан құралады. Оң жақтағы бірінші тұрған 0 бұл бірлік. Ортадағы екінші 0 бұл ондық. Ал 1 цифры жүздікті білдіреді. Қарашы, неше таяқшаны көріп тұрсың? Дұрыс, 100. 100 саны бұл 100 бірлік. Бір жүздік неше ондықтан құралады екен? 10 ондықтан. Қане тексерейік. 10 қосу 10, 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 қосу 10. 10-нан неше рет алынды? Дұрыс, 10 рет. Бір жүздікте 10 ондық немесе 100 бірлік бар. 2 жүздікте неше бірлік бар? Дұрыс, 2 жүздікте 20 ондық немесе 200 бірлік бар. 3 жүздікте 30 ондық немесе 300 бірлік бар. 4 жүздікте 40 ондық немесе 400 бірлік бар. 5 жүздікте 50 ондық немесе 500 бірлік бар. 6 жүздікте 60 ондық немесе 600 бірлік бар. 7 жүздікте 70 ондық немесе 700 бірлік бар. 8 жүздікте 80 ондық немесе 800 бірлік бар. 9 жүздікте 90 ондық немесе 900 бірлік бар. 10 жүздікте 100 ондық немесе 1000 бірлік бар. Сандарды оқы. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000.